Армысыздар менің көрермендерім, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен тұмау болған кезде жақсы көмектесетін асты дайындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бізге керегі күріш, су, тұз және айран. Бірінші біз қайнап тұрған суымызға күрішімізді жақсылап 3 қайтара жуып алып, салатын боламыз. Қайнап жатқан кезде көбігін алып отыратын боламыз. Мен күрішті кішкене кесемен 1 кеседей алдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызбен салсаңыздар болады. Астын жай отқа қойып, 20 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің асымыз дайын болды. Тұмау кезінде күріштің суы өте пайдалы. Балаларыңызға берсеңіз, қайта-қайта сұрап ішетін болады. Бала кезімізде анамыз көп дайындап беретін. Бұл ас тұмау кезінде өте жақсы көмектеседі. Енді асымызды сәл суытып алып, айран қосатын боламыз. Тұмау кезінде бұл асты дайындасаңыздар өте жақсы көмектеседі. Аппетит жоқ кезде айран қатып ішсеңіз жақсы болып қаласыз. Барлықтарыңызға жасап көруді ұсынамын. Астарыңыз дәмді болсын. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.